Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың алгебра пәні бойынша 4-ші тоқсанның номері 1-ші БЖВ-сын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Бірінші есептің шарты бөлшекті қысқартыңыз дейді. Бөлшекті қысқарту үшін біз ең бірінші жақшаның сыртына шығару әдісін білуіміз керек. Мысалы, бірінші есепте мысалы А деп қояйық. А куб минус 2А квадрат бөлінген А-ның 4 дәрежесі. Енді бөлшектің алымына назар аударсаңыздар, ең кіші дәрежемен 2 1 дейді, жақшаның сыртына шығарамыз. Мысалы, екеуінде де А бар. А жақшаның сыртына шығады ең кіші дәрежесімен. Демек, квадраты шығады деген сөз. Сөзі А-ның 3 дәрежесінен 2 дәрежесін азайтасыздар. А-ның 1 дәрежесі қалады, ол А-ның өзі. Бөлінген 2 дейміз. Бөлшектің астында А-ның 4 дәрежесі жазылады. Енді ең кіші дәрежемен ең үлкен дәрежені қысқартып тастаймыз. Сол кезде кіші дәреже толық қысқарып кетеді. Мына жерде 4-тен 2-ні азайтсаңыздар 2 қалады. Сол кезде А минус 2 бөлімінде А-ның 4 дәрежесі емес 2 дәрежесі шығады. Мына бірінші есеп бітті. Екінші есепте біз, құрметті көрермендер, мына формуланы қолданамыз. Ол қысқаша көбейту формуласының ең бірінші формуласы. Ол жерде не дейді? 4х азайтылған 16 бөлінген х квадрат минус 16-ны 1-ден 4-тің квадраты деп жазайын. Себебі осы жер дәл жоғарыда айтылған формулаға келеді. Бөлшектің алымында 4 жақшаның сыртына шығарсақ, х минус 4 болады. Ал бөлімін формуламен ашамыз. Х минус 4, х плюс 4 болады. Тең. Сол кезде х минус 4 пен х минус 4 қысқартсақ, 4 бөлінген х қосылған 4 шығады деген сөз. Міне, екінші есеп шықты бізде. Енді екінші есепті шығармас бұрын, құрметті оқушылар, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, және де осы БЖВ-ны сыныптастарыңызбен бөліссеңіздер, ол каналдың дамуы үшін өте маңызды. Сіздерге көп рахмет. Енді екінші есебіміз асы не дейді бізде? Асында 3 бөлінген х қосылған 4х минус 3 бөлінген х минус 1 тең. Енді ортақ бөлім беріп шығарамыз. Бұл есепті амалдарды орындаңыз дейді. Ортақ бөлім х пен х минус 1-дің көбейтіндісі болады. Демек, бір-біріне бере саласыздар. Мынаған х минус 1-ді бере саламыз, ал мынаған х-ті бере саламыз. Сол кезде 3-ті х-ға көбейтетін болсақ, ол 3х болады, минус 3. Кейбір жағдайда бұны жақша арқылы жазу керек болады. Жақша арқылы жазамыз десеңіздер де болады. Енді мен сіздерге ең жылдам әдісін көрсетіп жатырмын. 4х-ті х-ға көбейтетін болсақ, 4х квадрат болады, минус 3х тең. Енді қарасаңыздар, бөлшектің алымында плюс 3х пен минус 3х қысқарып кетеді. Сол кезде 4х квадрат минус 3 қалады деген сөз. Ал бөлшектің асты осылай қала береді. Х бөлінген х минус 1. Міне бірінші есеп шықты. Б-сы. Б-сында бағанағы жоғарыда айтылған а квадрат минус в квадратты қолданамыз. Бұл жерде х минус 2 х плюс 2 деп жазып қоя салайын. Бірден. Неге десеңіздер, міне жерге жазам. Х квадрат минус 4 деген ол 2-ның квадраты болады. Формулада ол х минус 2 х плюс 2 болып ашылады деген сөз. Мен бірден жаза салдым оны. Минус 2 бөлінген х қосылған 2 тең. Енді ортақ бөлім х минус 2 х плюс 2 болады. Себебі бөлшектің бөлімін осы екеуіне де бөле аламыз. Сол кезде бірінші бөлшегімізде ортақ бөлімнің бәрі бар, демек болған бірден берсек жеткілікті. Ал х плюс 2 ғана бар екінші бөлшегімізде, одан не жоқ? Х минус 2 жоқ. Демек, х минус 2-ден бересіздер. Енді бөлшектің алымын жазамыз. Х-ті 1-ге көбейтеміз, ол х болады. Мына жерде минус бар екен, ескеру керек. Минус 2х мынау екеуі.
минус 2х, сосын мына 2-нің алдындағы минуспен қазір мына минус бізде плюсті беріп жібереді. Плюс 4 болады. Сол кезде бізде шығады екен, x-тан азайтамыз 2х-ті, ол бізде минус x болады, қосылған 4. Ал асты осылай қала береді десеңіздер болады, немесе бастапқы түрге келтіре саламыз. Ол бізде неге тең еді? X квадрат минус 2-нің квадратына тең. Енді мына жерде минусты бірінші жазбас үшін сандардың орнын ауыстырып жаза саламыз. Сол кезде плюс 4 минус x қылып жаза саласыздар. Ал x квадрат минус 4 болады. Есеп осылай қалады, ары қарай еш нәрсе істей алмаймыз оқушылар. Енді үшінші есебіміз. Үшінші есебіміз өте зор есеп, маған ұнайды, негізі шығару жолы өте қарапайым. Енді мысалы мына жерде x квадрат минус 10x плюс 25 дегенді көріп тұрған болсаңыздар, бұл жер дәл мына үшінші формулаға келеді, қысқаша көбейту формуласында. Ал x квадрат минус 25 дегеніміз дәл бізде мына бірінші формулаға келеді. Енді бөлуді бірден көбейтуге ауыстыра салайын. Мысалы, мынадан кейін тең, мына жерде тең деп жазып кетті деп ойлай беріңіздер. Сол кезде 4x плюс 20 деген бізде бөлшектің үстіне кетіп қалады. Ал x квадрат минус 5x бөлшектің астына кетіп қалады. Демек, мына жерде мысалы b квадраттың орнында не тұр деген сөз? Мына жерде 25 тұр деген сөз. Мысалы, мына 25 b квадратқа сәйкес келіп тұр. Бұл 25 қай санның квадраты? 5-тің квадраты, Демек, мына түрде алатын болса, оны ол x минус 5-тің квадраты болып алынады деген сөз. Бөлшектің асты, ол бірінші формула, оны бәрі біледі деп ойлаймын. X минус 5, x плюс 5 болып ашылды. Көбейтеміз. 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, x қосылған 5 болады. Ал астында, бөлшектің астында x шығарып жіберсек, ол x минус 5 болады. Енді мысалы, мына жерде мына квадратпен мына x минус 5-ті қысқартасы астындағы, және де x минус 5-тің өзімен мына x минус 5-тің өзін қысқартамыз. Және де мынау x плюс 5 пен x плюс 5 бәрі қысқарып кетеді. Көрдіңіздер ме оқушылар? Демек, мына жеріміз 4 қалады екен бөлшектің астында, ал астында x қалады екен. Енді есептің шартында x бізде 2-ге тең болса деген шарт бар ғой. Демек, 4-ті 2-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде 4 бөлінген 2 жауабы бізде есеп 2 деген жауаппен шығады екен. Енді келесі есебіміз. Бұл жерде a бөлінген b 2 болып 2-ге тең екенін белгілі болса, өрнектің мәнін табыңыз. Енді мысалы, өте оңай жолмен былай түсіндірсем болады сіздерге. Мысалы, бірақ енді шығару жолмен көрсете берейік. a бөлінген b тең 2-нің астында 1 бар деп ойлайсыздар ғой. Сол кезде a-ның орнына 2-ні, b-ның орнына 1-ді қоя салсаңыздар болады мына есепте, мына жерге. Олай енді істемей қойыңыздар, бізге шығару жолымен керек. Бұл жерде a мен 1 көбейтіледі пропорция бойынша, a шығады, b мен 2 көбейтіледі, ол 2b шығады. Енді табу керек дейді есептің шартында 2b минус a бөлінген a. Демек, мына есепте a бізде 2b-ға тең ғой, орнына қойып жібересіздер мына 2. Мына екеуіне. Сол кезде 2b, нүктені жазбай қойыңыздар. 2b минус a дегеніміз мына жерде жазылып тұр. 2b-ға тең. 2b бөлінген 2b дейміз. Мына жерде 2b мен 2b-ны қысқартып жіберетіндер бар. Олай істеуге болмайды оқушылар. Бірінші мына жерде азайта салған дұрыс. Ол 0 шығады. 0 бөлінген 2b. 0-ді қандай санға бөлсек те бәрібір бізде 0 шығады. Осымен БЖБ аяқталды, құрметті оқушылар. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді келесі БЖБ-да кездескенше сау болыңыздар.